Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 74-ші сабақта қарама-қарсы бағытқа қозғалысқа берілген есептер тақырыбын жалғастырамыз. Балалар, каналға жазыламыз. Жаңа сабақтарды көру үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Бірінші тапсырмада Қаныш Имантайұлы Сәтпаев Қазақ КСР Ғылым Академиясының тұңғыш президенті, ұлы ғалым, қоғам қайраткері өрнектің мәнін тауып, Сәтпаев атындағы аудан қай облыста екенін тап дейді. Өрнектің мәні 10 миллион болу керек екен. Енді Павлодар облысын шығарып көрейік. 40-ті 850-ге көбейту 250, қосу 1 миллион 500 мың дейді. Алдымен қараңдар, 40-ті 250-ге көбейтейік, сол кезде ол 10 мың болады. Енді 10 мыңды 850-ге көбейтсек, бізде 8 миллион 500 мың болады. Оған 150 мыңды қоссақ, 1 миллион 500 мыңды қоссақ, 10 миллион шығып тұр. Сонда Сәтпаев атындағы аудан Павлодар облысында орналасқан екен. Енді екінші өрнекте де шығарсақ, 25 көбейту 800 көбейту 500 алу 5 миллион дейді. Енді 25-ті 800-ге көбейтсек, бізде 20 мың болады. 20 мыңды 500-ге көбейтетін болсақ, бізде 10 миллион болады. Енді 10 миллионнан 5 миллионды алатын болсақ, 5 миллион шығады екен. Екінші А есепте геологтар бір станциядан екі бағытта жолға шықты. Бірінші топ жеңіл машинемен, екінші топ жүк машинемен жүрді. Сызбаны қара, одан қандай ақпараттарды білуге болады? Есепті шығар дейді. Сызбада бізге екі машине екі бағытқа қарай жолға шыққан белгілі, арақашықтық 300 километр, В1-дікі белгілі, В2 белгілі. Енді бізге уақытты табу керек. Енді берілген жазып аламызда, алдымен біз жақындасу жылдамдығын емес, қашықтық жылдамдығын табамыз. Өйткені екеуі екі жаққа қарай кетіп баратыр. Ол дегеніміз В1-ге В2-ні қосақ, 60 километрге 40 километрді қосақ, 100 километр сағат болады. Енді осы жерден уақытты табу үшін S бөлінген В формуласына қоямыз. 300-ді 100-ге бөлсек 3 сағат болады. Яғни 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 300 километр болады. Екінші Ә есепті қарайық. Сұраққа жауап бер дейді. Әр сағат сайын мәшинелердің арақашықтығы қанша километрге артады дейді. Қараңдар, егер де В қашықтықтау жылдамдығы 100 километр сағат болатын болса, уақыт бізде 1 сағат деп есептейтін болсақ, онда арақашықтықты табу үшін 100-ді 1-ге көбейтеміз, сонда ол 100 километр болады. Сонда бұл сұрақтың жауабы арақашықтық 100 километрге артып отырады әр сағат сайын. Енді екінші Б-да кестені екінші А есеп бойынша толтыр дейді. Қараңдар, Т 1 сағатта ол 100 километр болса, 2 сағатта ол 200 километр, 3 сағатта 300 километр, 4 сағатта 400 километрге тең болады. Енді неше сағаттан кейін мәшинелердің арақашықтығы 300 километрге тең болады дейді? Ол әрине 3 сағаттан кейін. Енді үшінші тапсырмада өрнектердің мәнін тап дейді. 738.920 алу жақшаның ішінде 17.728 қосу 4.319. Алдымен жақшаның ішіндегілерді қосамыз, ол 22.047 болады. Енді 738.920-дан 22.047-ні алсақ, 716.873 болады. Мына өрнектердің барлығының есебі шығарылып тұр. Осыған қарап өздерің жазып алсаңдар болады. Төртінші тапсырмаға қарайық. Төртінші тапсырмада есептерді оқы дейді. Есепті шығарудың неше тәсілі бар? Оны шығару тәсілдерін түсіндір дейді. Вокзалдан бір уақытта екі жолаушылар пойызы біріне бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. Бірінші 60 км сағат, ал екіншісі 70 км сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін пойыздың арасы қандай болады дейді. Енді қараңдар, алдымен бірінші пойыздың арақашықтығын тауып аламыз, Ол үшін В1 60 км-ді 4 сағатқа көбейтеміз, сонда 240 км болады. Екінші пойыздың арақашықтығын тауып аламыз, ол 70 көбейтілген 4 280 км болады. Енді екеуінің арақашықтығын бір-біріне қоса саламыз. Яғни В1 S қосылған S1 қосылған S2, 280 қосу 240 520 км болады. Және де бұны екінші тәсілмен шығаруға болады. Ол дегеніміз бізде В қашықтықтау жылдамдығы, яғни В1 қосылған В2, ол 130 км сағат болады. Одан кейін оны уақытқа көбейте саламыз. Яғни 130-ды 4-ке көбейтсек 520 км шығады. Екеуінің де жауабы бірдей болады, бірақ екі тәсілмен шығаруға болады. Енді 5-ші тапсырмада автобекеттен бір уақытта екі жолаушылар автобусы біріне бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. Біріншісі 66 км сағат, екіншісі 59 км сағат жылдамдықпен жүрді. 6 сағаттан кейін автобустардың арасы қандай болады? Қараңдар, бұл жерде бізге уақыт берілген, В1, В2 берілген, арақашықтықты табуымыз керекпіз. Яғни алдымен біз бұл жерде қашықтықтау жылдамдығын табамыз. В1 қосылған В2, 66-ны 59-ға қоссақ 125 км сағат болады.
Енді осы жерден S-ті табу оңай, иә. S дегеніміз V қашықтау жылдамдығы көбейтілген уақытқа. Яғни 125-ті 6-ға көбейтсек 750 км болады екен. Сонда жауабы 6 сағаттан кейін автобустардың арасы 750 км болады. Енді 6-шы тапсырмаға қарайық. Сызбаға қара, сұрақтарға жауап бер дейді. V1 берілген, V2 берілген, уақытты табу керек, ара қашықтық 320 км. Қандай сұрақ? Автокөліктердің қашықтау жылдамдығы қандай болады дейді. Қашықтау жылдамдығын табу үшін V1-ді V2-ге қосамыз. Сол кезде 160 км сағат болады. Автокөліктердің арасы неше сағаттан кейін 320 км болады дейді. Яғни бұл жерде біз уақытты табуымыз керек. Уақыт дегеніміз S бөлінген V. Яғни S бізде бұл жерде 320 км бөлінген V қашықтау жылдамдығы 160 км сағат дедік, иә. Сонда 320-ны 160-қа бөлсек 2 сағат болады екен. Яғни автокөліктердің арасы 2 сағаттан кейін 320 км болады. 7-ші тапсырма қарақ, есептің шартына сұрақ қойып оны шығар. Екі велосипедші бір-біріне қарама-қарсы кездесу бағытында жолға шықты. Біріншісі 25 км сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 17 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Бастапқыда екеуінің арасы 84 км болды. Ары қарай қандай сұрақ қоямыз? Екі велосипедші қанша сағаттан кейін кездеседі? Өйткені бұл жерде V1 берілген, V2 берілген, S берілген, T жоқ, иә? Сондықтан уақытты табуға осындай сұрақ қоямыз. Енді T-ны табу үшін S бөлінген V жақындасу жылдамдығы. Жақындасу жылдамдығын V1 қосылған V2 деп табамыз. Сол кезде 25-ті 17-ге қоссақ 42 км сағат болады. Енді T-ны табу үшін 84-ті 42-ге бөлеміз. Сонда 2 сағаттан кейін екі велосипедшінің арасы, екі велосипедші кездеседі екен 2 сағаттан кейін. 8-ші тапсырмада ойлан және жауап бер дейді. Бір қатарда 3 адам шыншыл, өтірік және қу тұр. Шыншыл әрқашан тек шындықты айтады, өтірікші әрқашан тек өтірік айтады, ал қу өтірікті де шындықты да айтуы мүмкін. Біріншіден, сенің қасыңда кім тұр деп сұрайды. Ол шыншыл деп жауап береді. Екіншіден, сен кімсің деп сұрағанда ол қумын деп жауап береді. Үшіншіден, мынандай сұрақ қояды. Сенің қасыңда кім тұр? Ол өтірікші деп жауап береді. Ортасында кім тұр дейді. Қараңдар, бірінші адамнан сұрағанда ол шыншылмын деп айтты. Яғни ол бірінші адам шыншыл адам болуы мүмкін емес, иә? Өйткені ол қасындағы тұрғаны шыншыл деп айтты. Яғни бірінші адам шыншыл емес, ол либо өтірікші, либо қу болады, иә? Енді екінші адамнан сұрақ. Екінші адам ол қумын деп жауап берді. Яғни екінші адам ол қу болуы мүмкін емес. Неге? Өйткені ол қу болса, қу ол өтірікте айтуы мүмкін деп бізге айтып тұр, иә? Енді үшіншісіне қарайық. Сен қасыңда кім дегенде ол өтірікші деді. Яғни үшінші адам ол шындықты айтады. Өйткені ол өтірікші тұр деді, иә? Өйткені үшінші адам сонда ол шыншыл болады. Шыншыл адам үшінші болып тұр, екінші болып тұрған өтірікші, өйткені ол мен қумын деп өтірік айта салды. Ал бірінші тұрған адам ол не болады? Қу болады, өйткені қу өтірікті де шындықты айтуы мүмкін деді, иә? Сонда түсіндіңдер ме? Бірінші адам қу, ортасындағы адам өтірікші, үшінші адам шыншыл болады. 9-шы тапсырмада екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі автокөлік шықты. Біріншісінің жылдамдығы 60 км сағат, екіншісінікі 70 км сағат. Егер екеуі 2 сағаттан кейін кездесетін болса, олардың әрқайсысы қанша километр жол жүрді? Олардың арасы қандай болды дейді. Бұл жерде біз алдымен S1-ді табуымыз керекпіз. S1 дегеніміз V1 көбейтілген T, 60-ты 2-ге көбейтсек 120 км. Біріншісі 120 км жол жүріп келді, екіншісі 72-ге көбейтсек 140 км жол жүріп келді. Енді екеуін бір-біріне қоссақ 260. Сонда екі қаланың арасы 260 км екен. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі жаңа сабақтар кездескенше сау болыңдар.